мамыр ашаршылық пен саяси қуғындардың құрбаны болған ата-бабаларымызды еске алатын күн. 1915 жылға шегінсек, Ахмет Байтұрсыновтың қазақтың саны 6 миллионға жеткенін айтып, Аллаға шүкіршілік қылғаны бар. Ұлт қайраткерінің бұл сөзін патшалық Ресейдің 1897 жылы жүргізген санағы айғақтай түседі. Халқымыздың саны сол кезде 4 миллион 980 мың деп жазылыпты. Бірақ 1916-45 жыл аралығында сол қайран 6 миллион қазақ мың өліп, мың тірілді. Бірінші жаһан соғысы, ақпан-қазан төңкерісі, әскери коммунизм, ашаршылық нәубеті, саяси репрессия, екінші жаһан соғысы тауқыметі ұлтымыздың қастерлі дәуірін қасіретті дәуірге айналдырды. Бас-аяғы 30 жылдағы осынау ойранда ормандай жұртымыз орын толмас шығынға ұшырады. Қазақтың 3/2 қырылып, 1,5 миллион ғана аман қалды. Мұстафа Шоқайдың айтуы бойынша 1930 жылы аштан өлген қазақ саны 2 миллион 287 мың, ал бүгінгі тарихшылар қос ашаршылықта қырылғандар 4 миллионнан асады деп жүр. Саяси қуғын көріп, қорлықпен көз жұмғандарға келсек, 1921-54 жыл аралығында Қазақстанда 118 мың адам репрессияға ұшыраған, оның 25 мыңы атылған. Кеңес одағы бойынша 1930 жылы 53 жылға дейін саяси пиғылмен 3 миллион 778 мың 254 адам сотталған, 786 мың 98 адам ату жазасына кесілді.